ол да жарап қалады. Аяқтарыңды қимылдатуды ұмытпа, қане. Тағы көрейік. Мұны Локимен рұқсатсыз байланысқаным үшін жасап жатсың ба? Бұл жазалау емес, командаға кіретін үміткерді үйрету шаралары. Командаға тым пысықтарды алмайды. Мені ешкім тыңдамайды ғой. Мен бірдеңе қылып көзге түссем бе демем. Локиді қолға түсірсем, мені командаға алатын шығар дедім. Жалғыз жүріп командаға пайда келтірмейсің. Сондықтан сені қосалық топта боласың. Сен оған тым қатал бола бермесеңші? Бұл өжет жан. Батылдық деген айып емес. Келсем, бірақ баспен де ойлау керек. Қойсаңшы, Кэп, ол Локимен бетпе-бет келіп тірі қалды. Оны марапаттау керек. Сен де басында қарсылық көрсетіп едің ғой. Біз де солай жасағанбыз. Ондай болған, бәріміз қателесеміз. Бірақ мұны оған қайталаудың керегі жоқ. Ол біз сияқты қателіктеріне сабақ алады. Қалайық, мен бәрін естіп тұрмын. Ол қолдан скелетін, әмбебап адамзавр. Функционал жағынан динозаврлардан кеміспейді. Олардың ағыз табиғат жасаған жауһар дүние. Бірақ олар жойылып кетті. Жоқ, мен сендіре аламын. Жігіттер, мен әлі осындамын. Өнің шықпас үшін сені жақсылап тәртіпке салсақ қой. Жарайды, доғарайға айтпесе балаға естіп қояды. Торы қайтып келген бе? Тез келіп қойды ғой. Жоқ, ол Хобдишаны Асгардта жасыру үшін уақыт керек деп айтқан еді. Бұл басқа бірдеңе сияқты. Тағы да менің ваннама жуындым деп айта көрмеш. Иә,